Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Аделина Арстановна. Мен Шамхардан Есенов атындағы университеттің қазақ филологиясы кафедрасының 4-ші курс студентімін. Қазақ әдебиеті мен мифологияны сүйетін студентпін. Менің есімім Шарманова Айдана Қуанышқызы. Мен Шахмардан Есенов атындағы қазақ филология кафедрасының 4-ші курс студентімін. Менің аты жөнім Мөлдір Алтынбекқызы. Мен Шахмардан Есенов атындағы университетінің қазақ филологиясы кафедрасының 4-ші курс студентімін. Осы жобаны біз жастарға мифологияны, әсіресе қазақ мифологиясын көрнекті және қызықты түсіндіру үшін қолға алған болатынбыз. Бұл жобаға келу себебім ең алдымен дипломдық жұмыс барысы. Себебі үшеуміздің де тақырыбымыз бір тақырып. Менде мифология жағынан теория болса, практика жағынан осы екі қыздарда болды. Бұл жобаға аңыздар мен мифтердің мағынасын зерттеу арқылы оларға деген қызығушылығым артып, осы жобаға келген болатынмын. Мифология мен кішкентайынан жалпы қызықты нәрселерді ұнататын бала болып өстім. Мифология маған өте қатты ұнайды. Мен негізі осы универге келгеннен бұрын грек мифологиясымен қызыққан болатынмын. Және бірінші курста оқытушыларынан Серікбол Қондыбай туралы естіген кезде мен қазақ мифологиясын зерттеуге өзім үлесімді қосқым келді. Мифология бұл шындық пен тарихтың қиылысуы, яғни тоғысуы. Жалпы мифология адамзаттың табиғат құбылыстарын және де ол жердегі жамандық пен жақсылықты қалай қабылдағаны мені қызықтырған болатын. Мені қызықтырған кейіпкерлердің бірі Үбе кейіпкері. Бұл кейіпкер жайлы естігенім, бұл кейіпкер жалпы су түбінде мекендейтін, яғни адамдарға сұлу пері, сұлу қыз ретінде көрініп, су түбіне адамдарды алып кетеді. Маған қазақ мифологиясында Мыстан кемпір кейіпкері ұнайды, қызық. Себебі Мыстан кемпір ол осы өмірмен арғы өмірді байланыстыратын көпір ретінде суреттеледі. Қазақ мифологиясында көптеген тылсым күштер, кейіпкерлер, жұмбақ өте көп. Соның ішінде маған ең қатты ұнайтыны, өзімнің зерттегім келетіні Албасты кейіпкері. Бұл Албасты біздің өмірімізге тікелей қатысты жұмбақ кейіпкерлердің бірі. Осы YouTube каналдың негізгі мақсаты жастарға, жалпы кең аудиторияға қазақ мифологиясы туралы түсінік беру. Яғни Серікбол Қондыбайдың зерттеулеріне осылай біз өзіміздің үлесімізді қоса аламыз деп сенемін. Бұл YouTube каналдың мақсаты мифология тек қана ертегі емес, біздің қазіргі өмірімізге сабақ болатындай, яғни сабақ болатын құндылық ретінде көрсету. Негізгі мақсаты қазақ мифологиясын қызықты әрі нақты заманауи форматта көрермендерге жеткізу. Әлеуметтік желіде әдеби талдаудың ерекшелігі ол әртүрлі форматта бола алады. Біз Reels форматында, пост форматында және YouTube-қа видео салу арқылы көрермендерді қазақ мифологиясы туралы түсінік қалыптастыруға шақырамыз. Осы әдеби талдау формасын дамыту арқылы біз қазақ әдебиетіне де, мифологияға да өз үлесімізді қосамыз деп білемін. Әдеби талдау жасау бұл күрделі мәтіндерді қысқа әрі түсінікті түрде көрермендерге жеткізу. Басқа елдердің мифологиясымен салыстыру арқылы басқа елдің де мифологиясымен өзіміздің мифологиямыз ұқсастықтарын біле отырып, және өзіміздің мәдениетімізді тереңірек түсіне аламыз. Мифологияны басқа елдермен салыстыру бізде, яғни қазақ өзіміздің мәдениетімізді жаңа қырынан тани білу. Себебі біздің қазақ мифологиясымен басқа мифологияларды салыстыру арқылы біз өзіміздің мәдениетімізді тереңірек түсінеміз деп білемін. Мен үшін миф ол біздің ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ата-бабаларымыздан қалған мәдени мұра, яғни мәдениеттің бір бөлшегі деп білемін.
Миф деген бұл жай ғана қиялдан туған әңгіме емес, бұл жердегі түрлі образдар, кейіпкерлер тарихтан терең сыр шертеді. Миф деген бұл адамның арманы мен қиялының шексіз екендігін көрсету. Осы жоба арқылы көрермендер мана айтып өткендей қазақ мифологиясын тереңірек түсінеді және біз осы кейіпкерлерді талдау арқылы, рилс форматындағы талдау арқылы қызықтыра аламыз деген ойдамын. Көрермендерге өзіміздің тарихымызбен және мифологиямызды әрі қарай зерттеп, оны тереңірек тануды тілеймін. Көрермендерге айтарым, қиялдарыңызға ерік беріңіздер, мәдениетіміздің жұмбақтарын ашуға тырысыңыздар. Және де біздің каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге болып, мифология арқылы өз мәдениетіңізді танып, өзіңізге қызықты және маңызды нәрселер аласыз деп ойлаймын.